тарихымызда ұлттық құндылықтарды бүгінгі заманауи отбасынан сырып тастамау керек. Бүгін жастардың санасында қалыптасқан үрдіс, мынау батыс әлеміндегі құндылықтар ерекше, біздің құндылықтар заманнан қалып қойды деген сыңайлы көзқарастарды біз көп естиміз. Бірақ бұл пікірмен мен өз басым келіспеймін. Өйткені батыстың тәжірибелері әрине біз озғын аламыз. Бұл біздің тарихи тәжірибемізде бар нәрсе. Мынау орыс халқының осы тәжірибелерін, батыстың осы тәжірибелерін біз өзіміздің болмысымызға осыған дейін тілдік мәдениетімізге, кісілік мәдениетімізге, отбасылық мәдениетімізге сіңіріп келген халықпыз. Бұл үрдіс жүре береді жаңғыру. Бірақ біз өзіміздің асылғы мәдениетімізден қол үзіп қалмауымыз керек. Бұл қандай құндылықтар дегенде, бұл жаңағы дастархан мәдениеті, отбасындағы сыйластық мәдениеті, ата-әже институты, аналық институт, әкелік институт өзімізден қалыптасқан. Осыларды біз тарихымызда қалай болды? Бұл не үшін? Бұл біздің генетикамызға жақын. Бұл біздің ұлттық кодымызды дұрыс табады, дұрыс ашады. Сол ашылған кодпенен біз басқа халықтардың озық мәдениетін алып кететін болсақ, ұштастырып, бұл бүгінгі таңда шын мәніндегі заманауи отбасын қалыптастырады. Және біздің өзіміздің ұлттық бірегейлігіміз көрініп тұрады бұл мәдениеттен. Әйтпесе, мынау батыстікін сол қаз-қалпында көшіріп алып, еуропалықтармен біздің айырмашылығымыз неде? Ешқандай қалмауы мүмкін. Тілімізде, түрімізде сақталғаны болмаса. Ал біздің әлемге абайды айтып жатырмыз. Әлем таниды деп жатырмыз. Жарайды, таныған әлем ол кісінің несімен таниды? Ұлттық бірегей ойлау жүйесімен таниды. Сол негізде қалыптасқан рухани биік параметрмен таниды. Сол деңгейімен таниды. Сондықтан біз тұлға тәрбиесінде өзіміздің ұлттық қазығымыздан алыстап кетпеуіміз керек.